Саламатсыз ба? Қалайсың? Ой, жақсы қалайсың? Аман сен? Кел. Әнім бар еді аға. Кеше шығарып едім, соны аранжировка істеп берсеңіз. Болды, қандай ән? Әні барамын, гүл алып барамын, тапқандай бір болудың амалын саламын, сенде мен саламын, өзіңсің жүректегі бар әнім. Қандай стилде болу керек бұл? Стиль білмеймін, өзіңіз қалай ыңғайлы солай. Қоссаңыз болады ма? Болады, иә. Жақсы ән екен бұлай. Қашан дайын болады енді аранжировкасы? Қашан келсем болады? Сен ертең келсей. Ертең. Қалайсыз ба? Дайын болды ма? Тыңдап көрші. Кем кетіп болса айтарсың. Өрілген бұрымым, баурайды қылығың, саған сырттай ғашық, жігіттің бірімін. Барамын, гүл алып барамын. Күшті шықты, әдемі, маған ұнады. Керемет. Композитор, дирижер Ахмет Жұбанов 1934 жылы ең алғаш қазақтың халық аспаптар оркестрін ұйымдастырып, қазақтың классикалық кәсіби музыка өнерінің негізін қалады. Міне, осы тұстан бастап музыкалық шығарманы өңдеу, яғни аранжировка, оркестровка түсініктері біздің музыка мәдениетімізге ене бастады. Оркестрлік музыка өнерінде шығарманы өңдеу, аранжировкалау қажеттілігі табиғи заңдылық. Өйткені, белгілі бір шығарманы тыңдаушыға жеткізу үшін ол шығарманы оркестрге лайықтап өңдеу, аранжировкалау, аспаптандыру, оркестрлендіру қажет. Аранжировка француздың arranger деген сөзі, сөзбе-сөз аударғанда ретке келтіру деген мағына береді. Яғни музыка тілінде музыкалық шығарманы автордың нұсқасына қарағанда орындаудың басқа түріне бейімдеу, өңдеу. Музыканы өңдеушілердің алдына үлкен міндет қойылады. Музыкалық материалдың түпнұсқасын дамыту үшін қолданылатын түрлі әдістер, гармониясын өзгерту, транспозиция және модуляциялар қолдану. Осындай міндеттерді іске асыру үшін біз ән өңдеушілердің байқауын жарияладық. Түркістан облысының мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен өтіп жатқан Мелотайм ән өңдеушілер байқауының қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қайрат Байекенов, мәдениет саласының үздігі, құрмет ордені, халық алғысы медалінің иегері, композитор, ән өңдеуші. Ерлан Бекчурин, танымал ән өңдеуші, Димаш Құдайбергеновтың саунд продюсері. Ринат Гайсин, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, композитор, ән өңдеуші, қазылар алқасының төрағасы. Байқау Қазақстанда тұңғыш рет өткізіліп отырғандықтан қатысуға ниет білдіргендердің қатары көп болды. Байқауға жалпы 26 үміткер өтінім берді. Оның ішінде Түркістан облысынан өзге Ақмола, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарымен қоса Талдықорған, Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларынан ән өңдеушілер жарысқа түсті. Байқау шарты бойынша ұйымдастырушылар тарапынан берілген 2 шығармадан қатысушы біреуін таңдап өңдеу жұмыстарына кіріседі. Берілген шығарманы орындауға 1 апта уақыт берілді. Ендеше, байқауға қатысушы ән өңдеушілермен таныс болыңыздар. Ташев Ернұр, Ордабасы ауданы. Сартбаев Ғалымжан, Отырар ауданы. Қадыр Алан, Сайрам ауданы. Ахметов Сәрсенбай, Сарыағаш ауданы. Әлимбетов Шахидинда, Арыс қаласы. Айжанов Мәди, Шымкент қаласы. Тұрманов Анарбай, Түркістан қаласы. Әзілбаев Ерлан, Мақтарал ауданы. Шоханов Әмзе, Жетісай ауданы. Жексенбаев Таңат, Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы. Раймов Аян, Түркістан қаласы. Тастемір Жасұлан, Түлкібас ауданы. Кеңесов Ізбасар, Шымкент қаласы. Садвайқасов Мұхамедәлі, Келес ауданы. Ардабек Жәнтиұлы, Ақмола облысы, Аршалы ауданы.
Қорғанбек Ержан, Нұр-Сұлтан қаласы. Абдуалиев Азамат, Түркістан қаласы. Көптілеу Айтеке, Шымкент қаласы. Сайдилдин Маулен, Талдықорған қаласы. Отарчинов Данияр, Нұр-Сұлтан қаласы. Қабықбаев Дархан, Шығыс Қазақстан облысы. Ибрагимов Әділгазы, Шардара ауданы. Нурханов Заман, Шымкент қаласы. Рамазанов Мұхтар, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы. Туребеков Елдар, Кентау қаласы. Аманов Нұрлыбек, Нұр-Сұлтан қаласы. Эксперттердің айтуынша, аранжировка жазудың әрбір адам білуі тиіс өзіндік заңдылықтары мен ережелері бар. Музыкалық шығарманы өңдеуші, аранжировка жазушының ең алдымен болашақ композиция туындысындағы идеясы болуы шарт. Идеясыз толыққанды дүние тудыру мүмкін емес. Аранжировка жазушы шығарманың фактурасын білу керек, яғни ансамбльдің, болмаса оркестрдің аспаптарын дұрыс топтастыра білу қажет. Ол үшін барлық аспаптардың дыбыстарын, дыбысталу заңдылығын, дыбыс ауқымын жатқа біліп, әр аспапқа, аспаптық топқа тән партияларды меңгеру шарт. Эксперттер пікірі. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, мен Қайрат Байкен. Мелатайм ән өңдеушілердің конкурсында қазылық еткеніме өте қуаныштымын. Бұл өте дұрыс бастама. Қиын кезеңде осындай байқау жасаған Түркістан облыстық мәдениет басқармасына 1001 алғыс. Мелатайм байқауы әрине қажет байқаулардың бірі деп ойлаймын. Талантты өңдеушілерді, үздік әндерді, керемет стильдер, керемет идеяларды естідім. Сондықтан біздің музыкамыз алға баса берсін, дами берсін. Жаңағы аранжировкалар өте идеялар, аранжировщиктардың көзқарасы әндерге өзгеше болды, әртүрлі болды. Сол мені өте қуантты. Сондықтан тілейтін тек қана алға, идеяларын таусылмасын. Ал менің әріптестерім Ринат Гайсин мен Ерлан Бекчөрінге жалынды сәлем айтқым келеді. Баршаңызға тек қана жақсылық тілеймін. Армысыздар, құрметті достар. Менің есімім Ерлан Бекчөрін болады. Мен Димаш Құдайбергеннің саунд продюсері әрі ән өңдеушісі боламын. Түркістан облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастырылуымен өтіп отырған алғашқы Мелатайм атты ән өңдеушілер байқауының қазылар алқасы мүшесі болу мен үшін бір мәртебе. Ал енді мына байқауға келетін болсақ, байқаудың бір ерекше шарты, бұл жерде қатысушылардың аттары белгіленбеген, жазылмаған, тек қана реттік сандары жазылған. Сол реттік сандары бойынша өзіме ұнаған әндерге тоқталып өтсем, бұл алдымен Елана Жерана атты 11-ші номерлі ән. Бұл мынандай ән болатын. Жалпы осындай ән. Бұл әнге енді аздап тоқталып өтсем, мен үшін бұл жерде алдымен ән өңдеушінің музыкалық интеллекті өте бір жоғарғы деңгейде деп ойлаймын. Себебі бұл фирма деп айтып жатамыз ғой, бұл сондай бір фирмалық бағытта, сондай гармонияға бай, және де жалпы концепция бар да бұл жерде. Сонысы мен ұнады. Келесі ән бұл домбыра құралған ән. Бұның реттік нөмірі 20. Бұл әннің өңделуіне тоқтайтын болсақ, мен үшін өте керемет өңделген болатын. Бұл жерде тағы да ән өңдеушінің музыкалық шеберлігі мен гармониясы бәрі тұспа-тұс, бәрі бір-біріне сәйкес келіп тұр. Және де жаңағыдай айтып өткендей, бұл жерде де концепция болды жалпы. Келесі ән бұл 18-ші номерлі «Айналдым елім» атты ән болатын.
Сағындым сені, сағындым бе. Өте сондай лирикаға толы туған жер туралы ән. Бұл жерде жаңағы айтып өттім ғой жоғарыда, үш ән маған өзіме қатты ұнаған. Сол үштіктің қатарындағы ән. Тағы да бұл әннің өңделуі өте жоғары деңгейі. Тек аздап мен үшін бір жетпей алған жер. Бұл гармониядан жалпы өңдеушінің мен ойын түсіндім. Бірақ сол гармонияны болашақта бір ескеріп, тағы да бір жөнделу жасасаңыз, нұр үстіне нұр болар. Енді кішкене ақыл-ой данышпан деп ойлап қалмаңыздар, бірақ жалпы өзімнің ойым, пікірім. Енді мына жалпы ән өңдеушілерге айтып өтетін болсам, осы уақытқа дейін Димашпен біраз әндерді өңдедік. Сол жерде өзіме бір түйін жасадым, анализ жасап, жалпы барлық әндерді. Көп ән өңдеушілерде жетіспейтіні бұл тәжірибеден басқа, жаңағыда жоғарыда айтып өттім ғой, концепция деген нәрсе бар. Немесе продюсирование деп те жатамыз. Концепция дегеніміз енді бұл бір түйін, жалпы бір ой, бәрі бір ойда, бәрі тиянақты болу керек. Бұл әнмен автор не айтқысы келді, одан кейін аранжировщик бұны жеткізе білді ме, соның бәрін бір ортақ түйін жасап, әннің өңделуіне кірісу керек деп ойлаймын. Және де тағы бір айтып өтетін жайт, бұл мен үшін өзіме сол ән өңдеуден бастап аға буын ән өңдеушілер айтып өткен бір кеңес деп айтып жатамыз. Барлық дыбыс таңдалу бір-біріне сәйкес болу керек, яғни подбор звуков дейміз ғой. Сол кезде ғана түпкі нәтиже жақсы, сапасы жоғары дәрежеде болады әннің. Тағы да бір айтып өтетін жайт, ол жаңағыдай дыбыс таңдалғанда мен үшін алдын бірінші мақсатқа қоятын нәрсем, бұл менің әркімнің өзінің бір стилі болу керек, өзіндік дыбыс болу керек, саунд болу керек, соған жұмыс жасау керек. Дыбыстарды дайын библиотекадан алып емес, өзіңіз сол дыбысты қолдан жасап, сол дыбыспен жұмыс жасасаңыз, өзіңіздің өзіндік саундыңыз болады. Және де бұл Мелотайм байқауының жастарға, және де аға буын болсын, орта буын болсын, кіші буын болсын, барлық ән өңдеушілерге бір қазіргі қиын қыстау уақытта бір керемет ұйымдастырылып отырған бір шара деп ойлаймын. Және де барлық музыканттардың өмірлері тек әнге толы болсын деп. Байқаудың қорытындысымен таныс болыңыздар. Байқау дипломанттары: Орғанбек Ержан, Нұр-Сұлтан қаласы; Сартбаев Ғалымжан, Отырар ауданы; Көптілеуов Әйтеке, Шымкент қаласы. Үшінші орын: Отарчинов Данияр, Нұр-Сұлтан қаласы; Әлімбетов Шахидинда, Арыс қаласы. Екінші орын: Кеңесов Әзбасар, Шымкент қаласы. Бірінші орын: Айжанов Мәди, Шымкент қаласы. Гран-при: Аманов Нұрлыбек. Байқау жеңімпаздарын шын жүректен құттықтай отырып, барша қатысушыларға алғыс білдіреміз. Байқау жеңімпаздарының жұмысымен таныс болыңыздар. Сағындым сені, сағындым белді, көкірай шалған қоғала көлді, жайқалған көгім
жазира далам алыстан аңсап келемін айналдым елім аяулым менің сағындым сені туған жер жағасы жайлау даласы көркем аспаны биік армансыз өлкем жайқалған көгі жазира далам алыстан аңсап келемін айналдым менің аяулым менің сағындым сені туған жер айналдым менің аяулым менің сағындым сені туған нұрындай күннің гүліндей қырдың сағындым сені балауса құрбым жайқалған көгі жазира далам алыстан аңсап келемін айналдым менің аяулым менің сағындым сені туған жер айналдым менің аяулым менің сағындым сені туған күй ойлайды қазағымның қанында күй ойлайды қазағымның жанында жүрегімнің дүрсілі күмбірлеген домбырасы барында бабамыздың мұңы сенсің домбыра анамыздың сыры сенсің домбыра қазағымның жүрегінен жаралған даламыздың үні сенсің домбыра бабамыздың мұңы сенсің домбыра анамыздың сыры сенсің домбыра қазағымның жүрегінен жаралған даламыздың үні сенсің домбыра Dombravo, ünsüz kalıp görme
қандай пернеден бабамыздың мұңысың сен домбыра, анамыздың сырысың сен домбыра, қазағымның жүрегінен жаралған даламыздың үнісің сен домбыра, бабамыздың мұңы сенсің домбыра, анамыздың сырысың сен домбыра, қазағымның жүрегінен жаралған даламыздың үнісің сен домбыра. Бабамыздың мұңы сенсің домбыра, анамыздың сыры сенсің домбыра, қазағымның жүрегінен